Баршаңызға армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Пекин қырыққабатынан дайындалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қырыққабатты жақсылап жуып алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Және ортасындағы қалыңдау бөлігін кішкене жұқартып аласыздар да, өз қалауларыңызша үлкендеу немесе кішілеу бөліктерге турап шығасыздар. Үлкендеу бір қиярды алып, төртбұрышты бөліктерге бөліп турап шығамыз. Және салатымызға қосамыз. Ендігі кезекте бір қызанақты төртбұрышты бөліктерге бөліп қосып жібереміз. Енді қайнатылған бір жұмыртқаны кубиктерге бөліп қосып жібереміз. Жұмыртқаны қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Енді 2 ас қасық майонез алып, оған бір шымшым тұз қосасыздар, және татымына қарай қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және оған бір тіс сарымсақты қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып, салатымызға қосып, мұқият араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды. Жақсылап тарелкеге салып ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.